Саламатсыздар ма балалар? Тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы мектебім мейір мекені. Тәрбие сабағымыздың тақырыбы мектебім мейір мекені. Мақсаты балалардың мейірімділік, қайырымдылық құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту, оқушылардың психологиялық ой-өрісін, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін жеткізе білуге үйрету, оқушыларды мейірімділікке, қайырымдылыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектебім мейір мекені. Осы тақырып туралы не айтуға болады? Қандай сөздер түсінікті? Қай сөздермен жұмыс жасауымыз керек деп ойлайсыңдар? Ақын жазушылардың оқу білім туралы не айтқанын естеріңе түсіріңдер. Мектепте кімдер жұмыс жасайды? Оқушылар өздерін қалай ұстау керек? Бүгін қандай күн? Несімен ерекше? Мектептен не үйреніп жатырсыңдар? Білім құмарлықты қалай түсінесіңдер? Осыны айта кете отырып, астарлы әңгімені тыңдайық. Жол бойында аяңдап келе жатқан ақсақалдың алдынан бір топ жігіт шығып, әлгілердің біреуі ғана «Ассаламағалейкум ата» деп амандасқанда ақсақал «Алейкум ассалам, шырағым, неге жалғыз өзің жүрсің?» деген екен. Атай неге қызық сұрақ қойды? Жігіттер қандай қателік жасады? Қатені қалай түзеуге болатыны туралы ойлан. Сен қандай мейірімді сөз қолдандың? Тағы қандай мейірімді сөздерді білесің? Әлемдегі ең тамаша мамандық бір кісі жұмысқа тұруға келеді. Оған жұмыс беруші адам оның жұмысын түсіндіреді. Сіз 365 күн жасайсыз, дем алмайсыз. 3 мезгіл тамақ ішуге аз ғана уақытыңыз бар. Адамдар сізге мұңын шағады, ұрсады, көмек сұрайды. Сіз бәрін тыңдайсыз, көтересіз. Бұл жұмыс сізге ұнайды. Жұмысты жасап жүрген адамдар бар ма? Бар. Мұндай адам өте көп. Олар әрі ақша алмайды, тегін жасайды. Олардан тек бір нәрсе ғана талап етіледі. Ол мейірімділік қана. Кешіріңіз, сіз қандай жұмыс туралы айтып тұрсыз? Шынында демалыссыз тегін жасалатын бұл қандай жұмыс? Әр адам мейірімділіктің ең әуелі қайдан алады, қайда жалғастырады? Яғни бұл әрі ақша алмайтын, тегін жасайтын, ол тек қана бір ғана талап етілетін, ол мейірімділік. Мектеп сенсің адалдықты үйреткен, мектеп сенсің жамандықты күйреткен, мектеп сенсің жақсылықты ұранғып, мектеп сенсің мені жұртқа сыйлығып. Өмірге азық мол сыйың, құшағы қатты нұрлыям, мектебің менің өз үйім, санама күнде нұр құйған. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектеп, мектеп менің жарқын көңілім, мектеп, мектеп шаттық толы өмірім, мектеп, мектеп әнім болып төгілдің, мектеп, мектеп анам боп та көріндің. Мектеп бұл білім, мектеп бұл өнеге, мектеп тәрбие, мектеп қуаныш, мектеп достық. Балалар, осымен мектебім мейір мекені атты тәрбие сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.